жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы Ә сынып оқушысы Мұстапа Әсел. Менің қазіргі таңда алып отырған тақырыбым балаларға арналған жуғыш заттар және де олардың бала ағзасына әсері. Ғылыми жобамның жетекшісі Самқұлова Ақнұр апай. Кіріспе бөлімі. Барлық аналар өздерінің балаларының денсаулықтарына алаңдайды. Және де мен бұл фактормен келісемін. Бірақ та аналардың бір қателігі, олар баланың бетіндегі факторға ғана назар аударатыны. Өйткені сіз бұл туралы ойласаңыз, қазіргі таңда өнімнің біз өзімізге қажетсіз, яғни өзімізге зиянды нәрселерді алып қоюымыз. Яғни біз фабрикалардан алатын болсақ, оларда өнімнің сапасы емес, саны маңызды. Және де біз оның қайсының адам денсаулығына зиянды, не пайдалы екенін білмейміз. Және де біздің тағы да бір қателігіміз өнімнің рецептін оқымауымыз. Сіз ойладыңыз ба, неліктен қазіргі таңдағы балаларда жиі аллергия болады? Осының барлығы оның пайдаланылатын жуғыш заттарына қатысты. Өйткені балалардың терісі кішкентайынан өте нәзік әрі жұқа болып келеді. Ол ересек адамдармен терісін салыстырған кезде айырмашылығы жер мен көктей. Өйткені баланың терісі нәзік әрі жұқа болады. Біз балаларға сусабын таңдаған кезде олардың санына емес, сапасына мәні аударуымыз келеді. Я, бәрімізге белгілі. Сапа жағынан мықты болған баға, оның бағасы да қымбаттайды. Бірақ біз өзіміздің балаларымыздың болашағы үшін бұл нәрседен ешқашанда қажымауымыз керек. Өйткені балаларымыз біздің болашағымыз. Қазіргі уақытта сусабындар гигиенаның ең ұлы элементі. Өйткені оның ішінде түрлі сульфаттар, парабендер, түрлі жеміс қышқылдары бар. Ол кішкентай жас баланың терісін зақымдайды, сонымен қатар күйдіріп, түрлі аллергия тудырады. Бала сабынының құрамына не кіретінін өзінің стандарты бар. Олар мысалға жануарлардың майлары, өсімдік майлары, глицерин, бор қышқылы, май қышқылдары, спермацет, ара балауызы, сондай-ақ түрлі өсімдіктердің сығындылары. Сульфаттар, бұлар тұздар. Бұл күкірт қышқылының туындылары. Яғни қазіргі таңда косметиканы жасау үшін оған натрий лаурет сульфаты және аммоний, натрий лаурет сульфаты және де аммоний қолданылады. Және де оларды жақынырақ қарастыратын болсақ, әрбір сусабынның құрамында сульфат болады. Өйткені ол шашты тазарту үшін көбік түзеді. Ал егер де басымызды біз көптеп жумасақ, біздің басымыз бір-екі күнде майланып, кір тозаң жинала бастайды. Сульфаттар ластанумен үшін қолданылады. Шын мәнінде бұл күкірт қышқылының тұздары олар. Шампунь, кір жуу шынтақтар, ыдыс жууға арналған құралдар, гель әкелі жатады. Неліктен балаға сусабынды дұрыс таңдау қажет? Балалар ересектерге ұқсаған теріге ие, бірақ олардың өзіндік ерекшеліктері бар. Бала кішкентай кезінен бастап оның терісі жұқа әрі өте сезімтал болып келеді. Бірақ олардың терісі ересектердікі сияқты терең емес. Осыған байланысты олар химиялық сусабындар арқылы шашты зақымдауы мүмкін. Ол үшін өсімдік негізіндегі сусабындарды қолдану керек. Шаштың құрамына сыртқы орта әсер ететіндіктен оларды химиялық заттардан қорғау керек. Дұрыс таңдалмаған сусабындар баланың шашының өсуіне әкеледі және де олардың өсуіне жол бермейді. Бала 5 жасқа толған кезде оның шашы күшейеді. Және де сіз оған ересек сусабындарды қолдануға рұқсат беруге ешқашанда асықпаңыз. Өйткені үлкен жастағы ересектерге арналған жуғыш заттардың құрамында кішкентай балаға әсер ететін, егер де сусабынның құрамында сульфаттар мен парабендер болса, ол сусабынды алудың қажеті жоқ. Өйткені сульфаттар мен парабендер біздің кішкентай жас нәрестеміздің терісін зақымдауы мүмкін. Өз жұмысымызбен біз тек аналардың назарын осы проблемаға аударуды шештік. Яғни балаларымыздың денсаулығын қорғау өте қарапайым екенін, балалардың жуғыш заттармен қарапайым қауіпсіздік ережелерін басшылыққа алып, өнімді таңдауға мұқият болуыңыз қажет. Сіздің болашағыңыз ол сіздің балаларыңыз. Яғни ол сіздің болашағыңыз болғандықтан олардың денсаулығы қазірден сізге байланысты. Есіңізде болсын, біздің жер деп аталатын ортақ планетамыздың экологиясы әрқайсымыздың өз қолымызда. Егер сіз бақытты болғыңыз келсе, табиғи дәрі-дәрмектерден басқа ешқандай оңай нәрсе жоқ. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.